Саламатсыздар құрметті оқушылар, бүгін біз алгебра 7-ші сынып 5-21 есепті шығарамыз. Бұл жерде не істеу керек дейді? Өрнекті ықшамдау қажет дейді. Өрнекті қалай ықшамдаймыз? Біздің білетін формуламыз екі өрнектің қосындысы және екі өрнектің айырмасының квадратын береміз. Енді жеке-жеке ашайық. Жақшаны ашайық. Екі өрнектің қосындысының квадраты, яғни а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат деген сөз біріншісі. Минус жақшаның ішіне қайтадан екі өрнектің айырмасының квадратын жазамыз. А квадрат минус 2аб плюс б квадрат. Енді жақшаларды алайық. Жақшаларды алған кезде не болады? А квадрат плюс 2аб плюс б квадрат минус болады. Мынау а квадрат болады. Мына минус пен минус плюс болады. Плюс 2аб болады. Минус б квадрат болады. Яғни мұнан алдындағы минус болады, мынау плюс болады, мынау минус болады. Яғни жақшаның алдындағы минус барлығын өзгертіп жүреді мына түрде. Енді мынамен мынау жойылады, мынамен мынау жойылады. Сонда бізде қалады 2аб және 2аб екеуі қосылып бізде 4аб-ны ғана береді. Сонда біздегі жаңағы екі өрнектің квадраттарының айырмасы сонда 4аб болады екен жауабы. Бұл біріншісі. Енді екіншісін шығарамыз. m плюс 4-тің квадраты минус 4m плюс 1-тің квадраты. Мына жақшаны ашамыз. m квадрат плюс 2 еселенген 8m болады. Плюс 4-тің квадраты 16 болады. Бұған жақша қоймай қояқ, себебі алдына минус шық. Минус 4, енді жақшаның ішіне ашайық. m квадрат болады, плюс 2m болады, плюс 1 болады. Яғни бірінші өрнектің квадраты қосып 2 еселенген 2-дің көбейтіндісі 2m плюс 1-тің квадраты 1 болады. Енді мынау минус болғандықтан мынау таңбалардың бәрі өзгеріп кетеді. Тең мынаның өзін жазайық. m квадрат плюс 8m плюс 16 минус мына екеуі көбейтіліп 4m квадрат болады. Мына екеуі көбейтіліп минус 8m болады. Яғни мына екеуі көбейтіліп минус 8m болады. Мына екеуі көбейтіліп минус 4 болады. Енді бұл жерде мына екеуі минус 3m квадрат болады. Мұнамен мынау жойылады. Мұнамен мынау 16-тан 4 тасақ плюс 12 болады. Сонда екіншісі минус 3m квадрат плюс 12 деп жіктеледі. Мына екіншісінің жауабы, мына біріншісінің жауабы. Үшінші. 3 2 минус y жақшаның сыртында квадрат плюс 4 y минус 5-тің жақшаның сыртында квадрат. Енді жақшаны ашайық. Ашпай тұрып бірінші жазып алайық. Мынаны ашайық. 4 болады, минус 4y болады, плюс y квадрат болады. Плюс 4, мынаны ашайық. Y квадрат минус 10y болады, плюс 25 болады. Енді жақшаны алдын жеке-жеке не істейміз? Көбейтеміз. Жақшаны ашамыз. 4 көбейтеміз. 12 болады. 3-ті минус 4 көбейтеміз. Минус 12y болады. Мұны екеуін көбейтеміз. Плюс 3y квадрат болады. Мұны екеуін көбейтеміз. Плюс 4y квадрат болады. Мұны екеуін көбейтеміз. Минус 40y болады. Мұны екеуін көбейтеміз. Плюс 100 болады. Тең. Енді мына 4y квадрат пен 3y квадрат қосылып бізде 7y квадратты береді. 12y квадрат. 12y 40y бізде ол бізде 52y. 12 мен 100 плюс 112. Да осылай ықшамдалады екен. Үшіншісі. Үшіншісі. Төртіншісі. 5 3 азайту 5x жақшаның сыртында квадраты
минус 5, 3х азайту 7, 3х қосу 7 тең. Енді бірінші мына жақшаны ашып алайық. 5-ті алдына қойып қоямыз. Жақшаны ашамыз. 3-тің квадраты бізде 9, арасы азайту. 3-ке 5-ті көбейтсек 15, 15-ке көбейтсек 30х болады. Плюс енді 5х-тің квадраты бізде 25х квадрат болады. 25х квадрат. Минус 5-ті жақшаны сыртына қойып қояқ. Сөйтектағыны мына екеуін көбейтеміз. 9х квадрат болады. Мына екеуін көбейтеміз. 7-3-ке көбейтсек плюс 21х болады. Мына екеуін көбейтеміз. 7-3-ке көбейтсек минус 21х болады. Мына екеуін көбейтеміз. Минус 49 болады. Тең. Енді мынаны ішсем, мына мен мына өзара жойылып кетеді. Мынаны ашайық. 5-ті 9-ға көбейтеміз. Мына жерге жаза берейін. 45. Мынаны көбейтеміз. Минус 150х плюс 9-ті 25-ті 9-ға көбейтеміз. 45 болады. Оған қоссақ 225 болады. 225х квадрат болады. Минус 9 5-ке көбейтсек 45х квадрат болады. Мына екеуі жойылып кетті. 49-ті 5-ке көбейтеміз. Минус пен минус плюс болады. 45-ті 9-ға көбейтеміз. Сол кезде 405 болады. 49-ды 5-ке көбейтеміз. Енді 25 5-ке көбейтеді екенбіз ғой. 25 9 емес. 25-ті 5-ке көбейтеміз. 125 екен. Мен нешеге көбейттім жаңа? 25 5-ке көбейтеді 125. Енді х квадратқа қараймыз. Х квадратқа қараймыз. 25-тен 45 алынады. Не болады сонда? 80 болады. 80 х квадрат болады. Өйткені ол х квадрат. 150х өзі болады. Минус 150х-тің өзі болады. И мына жерде 45 405. Екеуін қосамыз. 450 бола ма? 450 болады. Сонда 80х квадрат минус 150х плюс 450 болады. Бұл 4-шісі. Енді осылай болып кетеді енді. 5-шісі. Мұқият қарамасада қателесіп кетулері мүмкін. А плюс 1-дің жақшаны сыртында квадраты плюс 3а минус 1-дің жақшаны сыртында квадраты минус 5а минус 1а плюс 1 тең. Енді мына жақшаны ашайық. 2-2 қосындысы квадрат. А квадрат плюс 2а плюс 1 болады. Плюс 3-ті жақшаны сыртына қойып қояқта а минус 1-дің квадратын ашамыз. А минус 1-дің квадраты бізде а квадрат минус 2а плюс 1 болады. Минус 5. Енді мына жақшаларды ашайық. Мынаны көбейтсек а квадрат болады. Мынаны көбейтсек плюс а болады. Мынаны көбейтеміз минус а болады. Мынаны көбейтеміз минус 1 болады. Сонда мына автомат түрде жойылып кетеді. Тең. Мынаны өзін сол күйінше жазамыз. А квадрат плюс 2а плюс 1 деп. Плюс мынаны көбейтеміз 3а квадрат болады. Мынаны көбейтеміз минус 6а болады. Мынаны көбейтеміз плюс 3 болады. Мынаны көбейтеміз минус 5а квадрат болады. Мынаны көбейтеміз минус 5 пен плюс 5 болады. Тең. Енді а квадрат, 3а квадрат, 5а квадрат. Мына екеуін қоссақ 4а квадрат болады. Мынамен минус а квадрат болады. 5-тен алынып кетеді. 2а, 6а. Минус 4а болады.
екеуі бір-біріне қосылып плюс 1 плюс 3 4 болады. 4-ке 5 қоссақ плюс 9 болады. 1 4 9. Сонда минус а квадрат минус 4а плюс 9 болады екен есептің жауабы. Бұл нешінші? 5-ші есептің жауабы минус а квадрат минус 4а плюс 9. 6-ші x минус 1-дің квадраты минус 4x плюс 1-дің квадраты минус 6x плюс 1 x минус 1. Енді мына жақшаны ашайық. X квадрат минус 2x плюс 1 болады. Минус 4 жақшаның сыртында сол күйі тұра берсін. X плюс 1-дің квадраты бізде x квадрат плюс 2x плюс 1 болады. И минус 6. Мына екеуін көбейтеміз, x квадрат болады. Мына екеуін көбейтеміз, минус x болады. Мына екеуін көбейтеміз, плюс x болады. И мына екеуін көбейтеміз, минус 1 болады. Автомат түрде мына екеуі жойылып кетеді. Тең. Мына x квадрат минус 2x плюс 1-дің өзін жасайық. Жақшаны ашамыз. Минус 4x квадрат болады. Минус 8x болады. Минус 4 болады. Минус мына екеуі көбейтіп 6x квадрат болады. Минус пен минус плюс 6 болады. Тең. Мынау. Так, 10 болады. Минус 9x квадрат болады. 2x 8x минус 10x болады. Плюс 1 минус 4 плюс 6. 6-тан 4 тасақ 2 болады. 2-ке 1 қоссақ 3 болады. Сонда минус 9x квадрат минус 10x плюс 3. Бұл бізде есептің жауабы болады. Сонымен есептің шығар жолы осындай. Егер есептің шығар жолы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады.